Akımda kadar. Hayır, cevap bulur. Hayır dolu. Çağın bastı. Akımda yapacaksın. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін міне Түркістан қаласына келіп қалдық. Себебі осы түркістандық тұрғындар Түркістан қаласындағы мемлекет салып берген, мемлекеттің ақшасына салынған көптеген құрылыс нысандарының заңсыз жекеге берілгеніне алаңдаушылық білдіріп, қоңырау шалып, хабарласып, заңсыз істермен бізді таныстырған болатын. Енді біз бүгін Түркістан қаласына келіп тұрып, міне осы қаладағы көптеген меншік нысандарын аралап жүрміз. Ол меншік нысандары кезінде мемлекеттің балансындағы ғимараттар болатын. Бұл күні олар қалай меншікке өтті? Неліктен мемлекеттің балансындағы нысандарды неліктен мемлекет меншікке берді? Соны қазір бірге танысайық, қарап отырыңыздар. Мына менің артымда тұрған ғимарат, бұл Түркістан қалалық әкімдігінің ескі ғимараты. Яғни Түркістан қалалық әкімдігінің осы жерде отырған. Бұны Түркістан қалалық әкімдігі 257 миллион теңгеге күрделі жөндеу жасайды да 313 миллион теңгеге сатып жіберген. Яғни өзіміз ғимаратқа мұқтаж емеспіз деп, мұны ғимарат сатады да барады да өздері музейдің ғимаратын жалға алып, сонда отыр. Әкімшілік ғимаратқа мұқтаж емес деп бұны сатылымға қояды. Дегенмен де әкімшілік бараты музейден барып жалға алып отыр ғимаратты. Әлі жалға отыр ма? Мына менің артымда тұрған ғимарат Түркістан қаласының бұрынғы мәдениет үйі. Бұл мәдениет үйі алдыңғы ғимарат сияқты бұл да күрделі жөндеуден өтіп, қанша ақшаға екені белгісіз, күрделі жөндеуден өткеннен кейін бұл ғимаратта жеке меншікке сатылып кеткен. Керемет қаланың орталығында жаңа өлең кружоктар, домбыра кружоктар. Алды да бұзып мейрамхана. Қазір мәдениет үйі басқа жерге көшіп кеткен, басқа жерде отыр. Қазір оны бірге тамашалайық. Ал мынау Түркістанның жаңа мәдениет үйі. Бағана көргендеріңіз, ол ескі мәдениет үйі болатын. Сатып жіберген. Мынау жаңа мәдениет үйі. Міне. Көріңіздер. Бұл Түркістан жаңа мәдениет үйі. Сатылып кеткен мәдениет үйінің орнына мәдениет үйі қаланың сыртынан берген бағанағы жер үйді көрдіңіздер. Сол Түркістан қалалық мәдениет үйі. Енді заңдылығында бұлар алатта не істейді? Осы тұрған ғимараттың екінші қабатынан екі бөлмені мәдениет үйіне береді. Әне көріп тұрсыздар, Түркістан қалалық мәдениет үйі деп тұр. Түркістан қалалық мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын деп тұр. Қазыналық кәсіпорны. Яғни Юстади тест орталығы бірінші қабатында орналасқан, екінші қабатындағы екінші этажында, екінші қабатында Түркістан қалалық мәдениет үйі осы ғимараттың екі бөлмесіне орналасқан. Ал бағанағы сіздер көрген жер үй сол Түркістан қалалық мәдениет үйіне берілген ғимарат болатын. Менің артымда тұрған бұл қоғамдық дәретхана, бұл Түркістан қалалық әкімдігі қаражат бөлген. Бұл туалеттің, яғни дәретхананың біреуіне 20 миллион теңге жұмсалған. Осында 20 миллион теңгеге 4 туалет салынған. Менің ойымша Түркістанда пәтердің бағасы 20 миллион теңге шығар деп ойлаймын. 20 миллионға үй салуға болады, былай алып қарағанда. Бірақ 20 миллионға міне қоғамдық дәретхана салған. Түркістанның 20 миллион теңгеге салынған әжетханалар дейді. Балар істемей ма жаңа? Ортасы? Су ақпағанына біраз болған сияқты, мен кеуіп тұрмын жер. Су шыны? Екі қол көрдім. Ақпай қойсын ма жер? Қолын лаған жоқ оған? Аяқ жоқ емес. Аяқ жоқ емес пе? Мына менің артымда тұрған бұл Түркістан визит центр дейді. Яғни осы Түркістанның туризміне тікелей қатысты ғимарат. Бұл ғимаратты 800 миллионға күрделі жөндеуден өткізіп, жаңылыспасам Жамбыл облысы Түркістанға тарту ретінде сыйға тартқан болатын. Бұны Түркістан әкімдігі алды да 22 миллион теңгеге сенімгерлік